Қазақстанда қайтыс болғандардың ағзасын туыстарының рұқсатынсыз алу ұсынылды. Белсенділер Қазақстанда донорлық туралы заңды өзгертуді сұрады. Бұл туралы Станкезет ақпарат агенттігі КТК арнасына сілтеме жасап хабарлайды. Бүгінде донорлық ағзаға мұқтаж мыңдаған жан шет елден келетін ағза трансплантациясына ғана үміттенеді. Себебі ол елдерде қайтыс болған адамдардың мүшесін алу үшін туыстарының рұқсаты талап етілмейді. Дәрігерлер қолдан ақша алғанша заңды елімізде донорлық дамитындай етіп өзгерту керек дейді. Тиісті конференция өткізілді. Денсаулық сақтау министрлігімен бірге үкіметті де қоғамды да трансплантация және мәйіт донорлығы туралы заңды өзгертуге шақыру мақсатында осы конференцияға қатыстық, деді Қазақстан халқына қорының басқарма төрағасы Болат Жәмішев. Шетелдегі органдарды сатып алу туралы өтініштерді Қазақстан халқына қоры қабылдайды. Бұл өте қымбат болғандықтан көптің қалтасы көтермейді. Елімізде қайтыс болған азаматтардың ағзасын туыстарының рұқсатынсыз алуға заң рұқсат етсе, мыңдаған адамның өмірін сақтап қалар еді. Қазір Қазақстанда 4000-ға жуық адам органға мұқтаж, оның 90-ы бала. Халықтың басы бөлігі бұған қарсы болғандықтан көбі кезекке жетпей көз жұмады. Бұған дейін қазақстандықтар көзі тірісінде донор болудан бас тартпаса, қайтыс болған соң оның органы автоматты түрде алынуы мүмкін екені айтылды. Сонымен қатар елімізде жүрек донорын күткен науқастардың 70% кезегі жетпей өмірден өтеді екен.